Шығыс Қазақстан өнер музейінің коллекциясында аңғал стилінде жасалған туындылар өте аз. Олардың ішінде Георгий Макарович Сухотериннің 14 ерекше картинасы бар. Олардың барлығы музейге 2001 жылғы жеке көрмесі аяқталғаннан кейін сыйға тартылды. Аңғал өнер жинағын қалыптастыру және сипаттау оңай емес. Ол өзінің көркемдік қасиеттерін басқаша, ерекше көзбен көру жүйесінде бейнелейді. Шын мәнінде аңғал әлемі нағыз айна, ол тек авторға ғана ашылады. Бірақ бүкіл әлем Нико Пиросмани мен Марк Шагалдың суреттерін көргеннен бері бұл ерекше стиль әлемдік өнер нарықтарында бағалана бастады. Қазір аңғал стилінің бейнелері мен кескіндемелері кәсіпқой суретшілердің шығармашылық саласына көбірек енуде. Әуесқой суретшілердің сюжеттері неліктен мәңгі есте қалатынын ешкім түсіндіре алмайды. Кәсіби академиялық кескіндеме техникасын білу бұл стильде міндетті емес. Георгий Сухотериннің және соған ұқсас суретшілердің туындылары бізді ішкі еркіндік пен әлемді жаңаша көру арқылы тартады. Суретшінің тағдырында романтикалық сюжеттерге орын болмады. 30 жылдардағы қуғын сүргеннен кейін Сухотериннің үлкен отбасынан тек анасы мен ұлы тірі қалған. Ол 1921 жылы Талдықорған облысында дүниеге келген. Соғыс басталғаннан кейін педагогикалық училищені бітіріп, содан кейін майданға қатысқан. 1948 жылы мұғалімдер институтының дипломын алып, математика мұғалімі қызметін атқарып, кейін орта мектептің директор лауазымына тағайындалды. Өткен ғасырдың 70 жылдарының басында геометрияға деген сүйіспеншілігі оны қалай суретші еткенін қазіргі кезде біз біле алмаймыз. 1997 жылы Георгий Макарович Өскемен қаласының тұрғыны және көптеген әуесқой суретшілердің көрмелерінің қатысушысы болды. Оны 30-40 жылдарында қорқынышты сюжеттерді шабыттандырмады. Оны 30-40 жылдардың қорқынышты сюжеттері шабыттандырмады. Бұландар, аппақ ақ құстар, пирамида тәрізді тәждері бар ағаштар Сухотериннің бір картинасынан екіншісіне ауысып отырады. Оның кез келген пейзажында белгілі бір моральдық идеясы бар. Суретші оны әрқашан өте анық, ешқандай кемшіліксіз немесе дипломатиясыз білдіреді. Бұл мағынада нағыз шедевр, табиғат туралы мұң жұмысы. Бүгінгі күні ол өткен ғасырдың 80 жылдарынан қарағанда өте өзекті тақырып. Әдемі қайың діңгектерінің арасындағы қызыл орамал киген әйел біздің индустриалды өркениетіміздің символы.